Біз өмірімізге ақшаны неліктен өзімізге тартамыз? Осы сұрақтың жауабын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментария жазып кетіңіз. Қолдауыңызға рахмет. Жалпы кейбір адамдар болады, ақшаны өз өміріне оңай тартады, яғни тез табысқа шығады, өзінің қалаған сумасын оңай табады, күш салмай-ақ табады деген сияқты. Сол сияқты осыған қарама қарсы кейбір адамдар ұзақ уақыт тер төгіп жұмыс істесе де өздерінің өмірлерінде, өздерінің қалауларында ешқандай өзгеріс болмайды. Біздің өмірімізде болып жатқан дүниелер, айналамыздағы адамдардың бізге айтатын сөздері, олардың бәрі біздің ол ой санамыздағы фантазиямыздың қалаған нәрсесінен болып жатқан дүние. Яғни сіз бір нәрсені қаласаңыз, және ол сіз үшін ұят, немесе жаман деп ойласаңыз, онда сіздің қалауыңыз дұрыс емес. Яғни өз қалауыңызға өзіңізді кінәлі сезініп тұрсыз. Яғни сіз үнемі ақша туралы ойлайсыз, бірақ сонымен қатар ол ақшаның көп ақша ойлағанмен сіз ол ақшаны жаман деп ойлайсыз. Міне сол себептен ақшаға келген кезде, қаржыға келген кезде өзіңізді сондай бір кінәлі сезінесіз. Демек, сіз өзіңіздің қалауыңызға сенімсізсіз. Өзіңізге сенімсіз болғандықтан ақша сізге әрине келмейді. Сол себептен біз отырып алып, байлықты айтамыз, байып кеткен адамдарды талқылаймыз, сынаймыз, сөйтіп тұрып, өзімізде жоқ соманы ойлап тұрып, байларды сынап тұрып, кедейлікті дәріптейміз. Адамдар осы үшін, ақша үшін, қаражат үшін көбінесе ұрыс туып жатады, араларында түсініспеушілік, жанжалдар болып жатады. Сондай-ақ ақшаның өз өмірінде көп болғанын қалайды. Өзіңіздің өміріңізде ақша көп болғанын қаласаңыз, өзіңіздің өміріңізге өзіңізді кінәлауды доғарыңыз. Ал енді ақша жинау процесі. Ақша жинау процесі ол мұқият, көзқарасты қажет ететін маңызды нәрсе. Егер сіз өзіңізге деген сенімсіздікті жоймасаңыз, ақша сізге жиналмайды, ақша сізге келмейді. Яғни ақша деген кезде өзіңізге деген сенімділік басым болу керек. Егер сіз өзіңіздің сенімділігіңізге сенбесеңіз, яғни бойыңызда тым қатты сенімсіздік болатын болса, сіздің өміріңізде өзгеріс болады дегеніміз дұрыс емес. Ол екіталай өзгеріс болуы мүмкін. Сол үшін ақша өзіңізге келу үшін, оңай келу үшін өзіңіздегі сенімділікті арттырыңыз. Ол үшін ақшаны барынша жақсы көреміз, мейлінше қатты жақсы көреміз, ақшаны сүйеміз, армандаймыз ақша туралы, барынша бар болмысымызбен ақшаға ұмтыламыз. Сонда ғана көзді жұмып ашқанша уақыт өтпей, ақша бізге өзі келетін болады. Есіңізде болсын, ақшаны қаламайынша біздің өмірімізде береке де, молшылық та болмайды. Яғни біздің ой санамыздағы қандай да бір сумманы қатты жан тәнімізбен қаламайынша бізге ол ақша келмейді деген сөз. Яғни біз ақша потогын өзіміздің ой санамызда блоктап тастадық деген сөз. Оны ашу керек. Ол үшін бізде блоктар мынандай ғой, мен ол ақшаны қалаймын, ол бірақ менде жоқ деген ой. Осы ойды мүлдем ойлаушы болмаңыз. Яғни сіз қаладыңыз ба, сіздің ол қолыңыздан келеді ол сумманы табуға. Өзіңізге өзіңіздің жолыңызды жауып, өзіңізге өзіңіз негативті қоймаңыз. Ал егер ол ақшаны қалаймын, бірақ менде ол жоқ деп осы ойда қалатын болсаңыз, демек сіздің қалауыңыз мүлде басқа. Ол қалауыңызға жете алмайсыз. Және де осы қалауыңызға өзіңізді кінәлі сезініп тұрғандықтан осылай ойлайтын боласыз. Осы ақшаны өзімізге тартуға қандай кедергілер бар? Ол кедергілер қаяқтан туындайды деген сұрақтарды анықтап көрейік.
кейбір рухани бағытта жазылған кітаптардың авторлары бай болғысы келетін адамдарды бай болып өзінің байлықтарын мұқтаж жандарға бөліп бергендіктен олар кедей болып қалмайды деп жазады, және де соған қарама қарсы адамдарға да көп қамқорлық танытудың қажеті жоқ дейді. Сондай-ақ өз қаржылық еркіндігіңізді шектемеңіз дейді, яғни барынша қаржылық еркіндікте болыңыз дейді. Және де ол сізге келіп жатқан сумманы қалай үнемдеу керек, қалай жарату керек, сондай-ақ ол сумманы қалай көбейту керек жолдарын ойлаңыз дейді. Ол үшін ең алдымен өзіңіздің әл-ауқатыңызды жақсартасыз, өзіңізге деген жауапкершілікті аласыз. Сол кезде ғана сіз өзіңіздің жауапкершілігіңізді басқа біреуге артпаған кезде ғана сіз өзіңіздің осы ой сананы өзіңіздің миыңызға қалыптастырған кезде сізде басқа біреулерге көмегіңіз іспеттес болып келеді. Яғни сіз ештеңкеңізді бөліп бере алмасаңыз да, ешкімге көмектесе алмасаңыз да, сіз өз жағдайыңызды дұрыстау арқылы айналаңызға көмектесесіз. Және де бұрынғы ескі кітаптарды, ата-аналарымыздың бұрынғы өткен өмірінің жолдарынан алынған сөздер, үлгілер, олар өздері қалды. Ол өткен өмірде, өткен заманда қалды. Ал қазір 21 ғасыр тек қана даму ғасыры, технологиялар ғасыры. Бұрынғы заманда айлап, жылдап өзгерістер болып жатса, қазір 21 ғасырда тіпті сағат сайын өзгеріс болып жатады. Яғни бір сағат бұрынғы өзгеріс келесі сағаттарда ол уже жаңалық емес болып қалады. Сол себептен әрбір заманның ағымына сай күнделікті сағат сайын өзгеріп отыруыңыз қажет. Яғни сіз өзіңіздің ой санаңызды заман талабына сай өзгертпесеңіз, сіздің өміріңізде ешқандай өзгеріс болмайды. Сондай-ақ ақша жақсылық әкелмейді, адамды ақша бұзады деген пікірден аулақ болыңыз. Егер осындай пікірде болатын болсаңыз, онда ақша сізге келмейді. Демек, егер сіз ақша табатын болсаңыз, көп ақша тауып өзіңіздің ойыңыздағы бизнесіңізді ашып, ол бизнесіңіз өрге жүзіп, жақсы бай болып кететін болсаңыз, адамды құртатын ақша емес, ақшаны ұстап тұрған адамда жамандықтың барлығы. Сол себептен әрбір кезде мейлі ақша табайық, мейлі ақша таппайық, адамның ой санасы пиғылы жақсы болу керек. Мысалға, шай ішіп отқан кезде, адамдармен бірге шай ішіп отқан кезде бір адам келіп сіздің басыңыздан кесемен бір ұрса, кесе жаман деп айтпайсыз ғой сіз. Сол себепті осы жағында дұрыс ойлау керек. Ең бастысы өзіңіз жайлы жақсы ойлауды қолға алыңыз. Қандай да бір жасайтын іс-әрекетіңіз болса, ойланып, талдау жасап барып, әрекетке көшіңіз. Және де есіңізде болсын, ақша ол көп мүмкіндіктерді жол беретін, яғни сіздің мүмкіндіктеріңізге жол ашатын бірден бір құрал. Бастысы сіз қаржылық еркіндікте болыңыз. Яғни жұмыста шаршап жүрсеңіз, шарасыздық сізді басып тастаса, ондай жаман ойлардың орнына сіз сүйіспеншілік, кішіпейілділік, және де мейірімділік деген сияқты ойлармен алмастырсаңыз, сізде ақша потогы ашылады. Яғни жұрттарға айналаға күліп қараңыз. Сол кезде ақша өзінен өзі келетін болады. Ойлаңызшы, сіз қаржылық еркіндікте жүрсіз. Қаржылық еркіндік сізге не бере алады? Біреу үшін жұмыс істемей, өзіңіз үшін жұмыс істесеңіз, не істейтін едіңіз? Мысалға, сіз тұрақты жұмысыңыздан шығып кеттіңіз, біреуге бағынышты болып жүрген жұмысыңыздан шықтыңыз. Енді сіз еркінсіз, қаржылық еркіндіктесіз.
яғни тұрған тұрғылықты жеріңізге қарамастан, өмір сүріп жатқан бағытыңызға қарамастан сіз бір нәрсені жасай берсеңіз, ай сайын сіз тұрақты табысқа шығасыз. Сол кезде сіз ары қарай күш салудың, ол жұмысқа күш салудың ешқандай қажеті болмай қалады.